бағдарламада Алматы қаласы Наурызбай ауданы Райымбек Батыр 590 13 мекен-жайы бойынша орналасқан номер 214 жалпы білім беретін мектеп жайында айтпақпыз. Сіздермен Мектеп Ньюс. Алматы қаласында өздеріңіз жақсы білесіздер, Наурыз мерекесі биылғы жылы кең ауқымда мерекеленіп жатыр. 21-ші Наурыз күні бастап алған мерекелік іс-шаралар бүгін қазір сәуір айында тұрған болсақ, әлі күнге жалғасып жатыр. Бұл осы қала деңгейінде біздің ұлттық құндылықтарымыздың, ұлттық мәдениетіміздің, төл мерекеміздің кең ауқымда насихатталып жатқанының белгісі деп ойлаймын. Осы орайда Алматы қаласының білім басқармасы да бұл іс-шарадан шет қалған жоқ. Барлық біздің білім беру ұйымдарында осындай ұлттық дәстүрлеріміз насихатталып, мерекелік іс-шаралар өтіп жатыр. Ең бастысы тек мерекелік концерт қана емес, әрбір іс-шараның аясында жалпы республикалық Қазақстан республикалық акциясының аясында Тамырлас деген біздің үлкен жоба жүзеге асып жатыр. Осы жобаның аясында біздің барлық білім беру ұйымдарында, мектептерде, балабақшаларда, қосымша білім беру ұйымдарында жаппай жасыл желектерді отырғызу жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін енді өздеріңіз көріп болғандай, Наурызбай ауданында өздеріңізбен бірге тұрмыз. Осы 214-ші келешек мектептің ауласында осы аудан тұрғындарымен, ата-аналар қауымымен, ұстаздармен, ең басты оқушылармен бірлесе отырып, бүгін біз 150-ге жуық тұяны отырғызып, осындай қаламыздың жасылдандыруға осындай атсалысып жатырмыз. Осы қала тұрғындардың, әсіресе Наурызбай аудан тұрғындар осы айтулы оқиғамен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көк туымыз желбірей берсін. Бүгін мектебімізде үлкен Наурыз той думан болып жатыр. Қазақтың салт дәстүрін дәріптеу барысында мектебімізде бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін атап өтуімізде, және жай ғана атап өту емес, жаңару күні болғандықтан Таза Қазақстан акциясында біріктіре отырып, мектебімізге бүгін 150-ден аса той отырғыздық. Бұның өзі жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруде үлкен рөл атқаратынын білеміз. Негізгі мақсатымыз осы Наурыз фест арқылы балаларымызды ұлттық құндылыққа, ұлттық нақышқа тәрбиелеуді жөн көрдік. Әрбір ауылға бөлінген мерекемізде бір ауылымызда қыздардың шашбауы өріліп, бұрымдарын өрсек, келесі ауылымызда қазақтың ұлт дәстүрлері, ұлттық ойындары, спорттық ойындары жүзеге асырылды. Сонымен бірге барлық осы мектептің оқушыларына, ата-аналарына арналған қазақтың ұлттық дәмі Наурыз көжеден барлық оқушыларымыз ауыз тиді. Ұлттық ойындарының ішінде асық ату, қол күрес, арқан тарту балаларымызда қазіргіге дейін өткізіліп жатыр. Балаларға өте әсерлі болды. Ата-аналарымыздан, әжелерімізден барлығынан бүгінгі күн туралы сұхбат алсақ, өте бір жақсы дәстүр болды деп өздері айтып тауыспауда. Сонымен бірге әжелеріміз, өзіміздің осы мектептегі аталары келіп, қазақтың ұлттық салт дәстүрінен өздерінің үлесін қосып, балалардың тұсауы кесілді және бесікке бөленді. Осы мектепте менің немерем оқиды. Мінекей бүгін Наурыз мейрамына, ұлыстың ұлы күнінде осындай атаулы мейрамды осы 214-ші мектеп әкімшілігі, осындағы ұстаздар, ата-аналар барлығы ұйымдастырып осындай бір керемет іс-шара өткізіп отыр. Бұл іс-шара өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Осындағы ұстаздарға, басшылығына үлкен рахметімізді айтамыз. Наурызымыз құтты болсын, жылдан жылға аман есен жете берейік. Ұлыстың ұлы күні, ұмыт болып бара жатқан қазақтың небір дәстүрлері бар еді. Соның барлығын жаңадан жаңғыртып, Наурыз көжесі бар, неше түрлі ойындары бар, соның барлығын ұйымдастырып, осындай іс-шара өтіп жатыр. Ризамыз барлығына. Өте керемет, жоғары деңгейде. Алғысым шексіз. Біздің мектебімізде қазіргі таңда Наурыз фест мерекесі өтіп жатыр. Наурыз фест біздің мектебіміздің оқушылардың бірлестігін көбейтіп, нығайтып, және де осы Қазақстанның осы қазақ дәстүрлерін өте қатты нығайтып, болашақ ұрпақтарға біздің осы дәстүрлерімізді көруге және білуге өте қатты көмектеседі. Наурыз фест осы мерекесіне өте қатты рахмет, және біздің осы 214-ші мектептің ұстаздарының бәрінің демалыстары жақсы өтсін. Бүгін 214-ші мектепте бізде күшті мереке өтіп жатыр. Біздің ата-бабамыздың салт дәстүрінің ең көне бір қазақилығымызды дәріптейтін мереке Наурыз мейрамы өтіп жатыр. Мұнда киіз үйлер салынып,
қазақтың күшті мықты алтыбақан өзіміздің ұлттық киімдерімізбен, ұлттық ойындарымызбен өзімізді дәріптеп отырмыз. Және де бүгін біздің мектепте 150 түп көшет егілді. Сол көшеттердің барлығы осы біздің мектептің таза ауасына қарай жұмсалып отыр. Наурызымыз құтты болсын, наурыз барлығымызға құт береке, бақта келсін. Жақсы көңіл күйлер әкеліп, наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгінгі керемет іс-шара бізге өте қатты ұнап жатыр. Біздің 214 жалпы білім беретін мектебімізде наурыз мерекесі атап өтіліп жатыр. Бұл мереке қарсаңында көптеген қазақтың ұлттық ойындары, дәстүрлері көрсетіліп жатыр, және де концерттік бағдарлама ұйымдастырылған болатын. Бұл концерттік бағдарламада көптеген ұлттық қазақтың ойындары ойнатылды, және де қыздарға арналған керемет ойындар ойнатылған болатын. Бұл іс-шаралардың ішінде мен шаш өру шарасына қатысқан болатынмын. Бұл шаралардың барлығы бізге өте қатты ұнады. Осы арқылы әрбір осы жердегі жүрген көрермендердің барлығы қазақтың байырғы ұлттық дәстүрін қайта дәріптейді деген оймен осындай керемет шара ұйымдастырылған болатын.